Сәлеметсіздер ме? Мен Сәриева Әсеткүл қан сұйылтудың пайдасы жайлы айтып беретін боламын. Көбінесе үлкен кісілерде қан сұйылту үшін дәрігерлер аспирин, кардиаспирин, тромбоаз таблеткасын ішу керектігін айтады. Бұл дәрілердің қайсының болмасын ұзақ ішкендіктен асқазанға, тағда іш құрылысының түрлі органдарына кері әсері болады. Әсіресе гастрит, оның жара болуы, язва болуы мүмкін. Негізі ішу керек, ішпе дегеннен аулақпын. Ішкенде де дұрыс іше білу керек. 3-4 ай қабылдаған кезде аурудың симптомы білінген жағдайда дәрігерге көрініп, анализ тапсырып білу керек. 3 ай ішсеңіз кемінде 5-6 ай демалу керек болады. Қан сұйылтуда дәрілерді ішкіңіз келмесе, сіздерге қолайлы жолда айтқым келеді. Қан сұйылту тәсілдеріне тоқталайын. Бірінші, бұл өте қарапайым әдіс. Адамдар өте аз су ішеді. Ал аз көлемде су ішкенде қанның қоюлануына әкеп соғады. Қан сұйылту үшін сөткесіне 1,5 литр таза су ішу керек. Интернетте көбінесе көпшілік арасында 3 литр, 4 литр су ішу керек деп жатады. Ол дұрыс емес. 1,5 литр ішсе жеткілікті. Бұл таза су болу керек. Сіздің ішкен шай, кофе, сок, жалпы сұйықтарыңыз саналмайды. Суық су ұнамаса, үй температурасындағы тіптен жылы суда ішуге болады. Суды таңертең ашқарында 1 стакан судан бастағаныңыз жөн болады. Суды аз ішкеннен қаныңыз сұйық болады. Bir жеріңізді кесіп алып қанаған кезде, анализді саусаңыздан алған кезде, қою қара қошқылдау болып, тез ағып кетпей білініп тұрады. Бұл қанның құрамындағы гематокриттің жоғары екенін көрсетеді. Екінші, кофе, алкогольді ішімдік, тұзды аз қолдану керек. Кофені көп ішетін болсаңыз, қанды қоюландырады. Арақ шарап та қойылтады. Қан тамырларын атеросклерозға әкеледі. Тұздалған, банкеге жабылған әртүрлі овощтарды көп жемеу керек. Копченый, қышқыл тағамдарды көп жеген зиян. Аз ғана мөлшерде жеу керек. Қимыл әрекет, яғни спорттың жеңіл түрімен айналысу. Жайлап жүгіру, жүру, таза ауада жатар алдында 20-30 минут жүріп келу. Қимыл жоқ болған кезде бұлшық ет тікандары арасына гипоксия тіканы болып, ол да қанды қойылтады. 4-ші, сүлік салу. Медицина тілінде гиридотерапия, пиявки салған өте пайдалы. Сүліктің өзінің қанды сұйылтуға арнайы бөлінетін заты болады, ферменті. Соны қанға шашады. Сүлік салар алдында анализ тапсырып, қанның құрамындағы гемоглобин, эритроцит, тромбоциттерді анықтау керек. Анализ дұрыс болмаса, сүлікті салуға болмайды. 5-ші, дәрілік шөппен сұйылту. Көбінесе көп кісілер шөпті жеңіл санап дұрыс ішпейді. Ол дұрыс емес. Тибетте шөпті де дәрі санайды. Дұрыс біліп ішпесе, наоборот кетеді, қанды қойылтып жібереді. Дұрыс біліп ішпесе, наоборот, қанды қойылтып жібереді. Керісінше, бұл научный, яғни ғылыми түрде дәлелденген. Қанды сұйылтуға 2 түрлі күшті шөп бар. Ол донник және кора белый иви дейді, ақталдың қабығы. Екеуі де біздің елде бар шөптер. Аптекадан алып, инструкция бойынша дайындап ішу керек. 3 апта ішсе жеткілікті. 4 айдан кейін қайталау керек болады. Тағамға чеснок, укроп, сельдерей, петрушканы қосып жесе, ол да пайдалы. Клюкваның компотын ішу де пайдалы. Бірақ клюкваны ішкен соң суды көп ішу керек болады. Темекі тарту тіптен қоюлатады. Тастай алмаған күнде азайтып барып тастау керек. Стресс те қанның қоюлануына үлкен себептің бірі. Өмір болған соң стресс болмай тұрмайды. Тыныштандыратын шөптен валериана, пустырник, боярышник тұнбаларын ішіп отыру керек. Менің сіздермен бөліскен емдеу жолдары сіздерге пайдалы болса, видеоға лайк қойыңыздар. Тағы видеода айтылған жағдайлардан өзгеше ауыратын болсаңыз, комментарийға жазып бөлісе отырыңыздар. Мен оларға жауап беремін. Және төмендегі өзімнің WhatsApp сілтемемді жазып қойдым. Соны басып тікелей сұрақтарыңызға қоюыңызға болады, жауап беремін. Сау болыңыздар, ауырмаңыздар.